Ассалаумағалейкум көпшілік. Мен бүгін Серікжан Біләштің видеодағы арыздарын көріп, бір қанша нәрселер ой електен өтіп жатыр. Сол себепті бір үш түрлі нәрсе мені қатты қынжылтып тұр. Бұл не деген уақытта адамзат қоғамында белгілі бір бойсыну, белгілі бір тәртіп, белгілі бір ереже. Ол әрбір мемлекетте заң деп аталады ғой енді. Ал енді заң деген ол адамдардың өмірінің өлшемі, сол мемлекеттің түбірлі бір мүддесі үшін, адамдар үшін түбірлі мүддесі үшін қызмет ететін үлкен бір жүйе деуге болады. Ал енді әзір қарасақ, Қазақстанда енді өзіміздің елді енді кемсіткен сияқты болып қаламыз, бірақ олай емес, бірақ заңда ешқандай кінә жоқ, заң атқарушыларда мекен деген ойға келесің. Осы жол Серікжанның сотынан алған енді кейбір өзіміздің бір тұжырым. Егер осы билік өзі заңды жасап берді, заң атқарушылардың өзі заңды бұзып отыр енді қарасаң. Мәселе бүгін Серікжанның Астанадан Алматыға қайту жөніндегі процесті қарасаңыз, ол бір қаладан екінші бір қалаға барып, бір қаланың сұралмайды. Қағида бойынша бағана Аймар Омарова да айтып отыр. Содан ұялмастан қайтадан Алматыға жіберіп берудің өзінде, бұл да бір заңдық тұрғы түсала алмаған нәрсе болған кейін, амалсыз Алматыға жүткіп берді дегенде ойға келеді екенсің. Сондық үшін осы заң билікпенен халықтың арасын осындай бір жағымсыз жағдайда заң білмейтін, заңды бұрмалайтын, мемлекеттің беделін, заңның беделін ойлай алмаған адамдар осындай нәрсені қалыптастырып, билік пен заңның арасын осындай бір алшақтыққа салатын жері бар. Бұл біздің мынау заң атқарушы органдардың ең бір қателік жері осыдан басталып отыр. Екіншіден алып айтқанда, мынау Серікжан Біләш әзір 3 ай 4 айдан бері үйқамақта дейміз. Үйқамақта тұрғанда енді бұның мысалы осы Серікжандық қате болатын болса, осынша қауым, осынша халық, осыншалық өркениетті елдер кімді Серікжан Біләшті қолдамас еді. Міне, аққа құдай жақ, Серікжанның әділеттігі, Серікжанның имандылығы, Серікжанның адамгершілігі, Серікжанның зиялылығы бүгін халық бір көрсетіп тастады. Міне, елі сүйген азамат бүгінде болса қаншама халық қолдап отыр, қаншама халық сол жерге өкпесін сүйреп, Серікжанның мүддесі қазақтың мүддесі деп сол жерге барып, соған қолдау білдіріп, Серікжанға араша тілеп, соттың алдында айғайлау, қарасаңыз, өзін-өзі тоқтатылмаған азаматтар сондай істерге де барды қарасаңыз. Соның үшін бұл Серікжанның ерлігі, қатесіз ерлігі бүгін бір белгілі болды. Мен де ойландым. Мәселе сонша халқым сондай қолдап тұрса, сондай айғайлап тұрса, неге халық үшін істемеске? Серікжан бір мәртебе қайта оның жігері мұқалмақты бол, оның жігері қайралды. Қазақ қандай екенін білді, қолдаушының қандай екенін білді. Серікжан қашанда батыр. Серікжан адамгершілікті, Серікжан зиялы, Серікжан қазақтың жанашыры болып бүгін бір белгілі болды. Соның үшін бүгінгі сотты мен өзім ойлағанымдай, қазақ елі бұны қазақтың бүгінгі бір мәртебесінің шоқтығының биіктігін көрсетті Серікжан. Серікжанның ісі емес, қазақтың ісі деп білу керек. Соның үшін Серікжанның сонау Қытай үшін қазақ елінің заңды белшесінен басып тұрып, Серікжанды қателестіру деген сөзге, мен білмеймін, осыдан қанша адам заң мен биліктен кетіп тұр, екеуінің арасында қаншалық іріткі кетіп тұр. Осыны түсінетін азамат болса, біздің мемлекетіміз, Серікжан айтқандай, заң салтанат құрған мемлекет осындай болуға лайық па? Жоқ, лайық емес. Заң салтанат құрған болса, ақты ақ, қараны қара дер еді. Аққа жақ болатын еді, бірақ аққа жақ болмаған сияқты. Бір Қытайдың мүддесі үшін сол ар жақтағы шулап жатқан панасыз, елсіз, иесіз қып 3 миллион қазақты шулатып қою деген біздің мемлекет үшін үлкен намыс болу керек еді. Сол билікте отырғандар қансыздар, тексіздер, мәселе сол заңды дұрыс жүргізер еді. Қазақстан заңға жаман заң емес,
Қазақстан заңы кемелді салтанат құрған заң, бірақ атқарушы адамдар бұл Қытайдың аз мүддесі үшін өз майын өзіне қуыртқанға, соны білмеген, соны сезінбеген, сол анасынан ұл боп тудым деп кеудесін кергендер үшін үлкен қазақи сөзбен үлкен намыс жайлап тұр. Соның үшін осы қынжылтады адамды. Ал үшіншіден не десең, үшіншіден осы қазақ жанды азаматтардың, қазақ жанды осы ұлттым деп қазағын сүйген азаматтар үшін Серікжанның 4-5 айы соншалықты қиын болып кетті. Қаншама адамдар Серікжан тілеуін тілеп жатыр. Қаншалық аналар шықты осы жолы, қаншалық аталар шықты, қаншалық бауырмал азаматтар шықты. Алла осылардың дұғасын ижабат қабыл қылса екен. Қашанда аққа құдай жақ. Серікжандай азаматтарымыз мол болса екен. Серікжандай азаматымызды Алла тағала ішімізде молайтып, осы заңды белшесінен басқандарға айғақ бола алатын қабілетті азаматтар болса екен. Біздің Қазақстанымызда мен жоқ. Ойлайсың, тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шетелде тардай шашылған қазақты отанға тарту, өз жеріне тарту, ата жұртына әкелудің өзі қате болды ма? Қате болса, соны неге айтпайды мынауың қате деп? Тұңғыш президент Нұрсұлтанның бұл да бір ерлігі еді. Сол ерлігін қате деп айтайын десе ауыз жоқ сияқты сезіледі. Жоқ, олай емес. Қазақтың тарихи отаны, Қазақстан топырағын басуы қазақ үшін үлкен бір жеңіс. Сонда осы үш түрлі іске менде осы ойым он бөлініп, осы азаматтық қазақ тұрғыда менде осы қынжылтып тұрған осы үш түрлі нәрсеге қатты алаңдаушылық білдіресің. Қазақ болғанға күнәліміз ба? Қазақстан деген еліміз тұр. Өзіміздің қазақ ұлтынан шығып тұрған президенттеріміз, жолбасшыларымыз, небір аюдай болған зиялыларымыз, профессор, сондай ғалымы да, білімі де толық азаматтардың ортасында өмір сүрген қазақ бұндай болмау керек қой. Сондық үшін елге ие болатын, елді бастайтын азаматтар, елге сүйеу болатын азаматтар, елді жоқтайтын, қазақтың не екендігін қайда жүрсе де соны сұрайтын азаматтарды Алла тағала көбейтсе екен деймін. Сондық үшін қазақ елі осы істі, осы көлемдік жақтан осы үш іс өте біз үшін қымбат сияқты сезіледі. Сондық үшін билігіміз бен халқымыз ынтымақты түрде өмір сүрсе, заңды белден баспау керек. Ұлтжанды азаматтар көбею керек. Қазақ деген адамдарды деп жанында тәнінде сап жүрген азаматтар көбейсе екен. Алла тағала соларға рахмет етсе екен. Сол үшін осы бір үш түрлі нәрсені бір айтқым келіп айттым. Сол үшін осы сөзім қате емес пе екен деп ойлаймын. Өзімде ойым, жігерім, таназарым қазақ еліне осы үш түрлі нәрсе үшін қатты қынжыламын.